Assalamualaikum. Assalam. Atia. Noli. Selamat. Ayşe. Niza. Nurduri. Yüzgemez. Bir balon dağılsa keyin жуан болу керек. Сонымен қатар егерлер дыбысы төменгі дыбысты береді. Al kızlardın dağısı olsa жеңішке нәзік болады. Оларға музыкада жоғарғы дыбысты береді. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша. Олай болса өзіміздің шашу әнімізді орындап берейік. Rahmet dostlar, ендігі сөз кезеңі сахна әдебі өздеріңізде. Жарайды. Бірінші кезекте кішкентай әртістерді қалай жинадық? Ең бірінші кастинг жасадық. Сөйлеу тазаладық. Жүрсін ұштадық. Мимикасын ертідік. Костюмдерді таңдадық. Дауыс қойдық. Жатқа шығармалар оқыдық. Ойлауын дамыттық. Осының бәрін өздері ойлап таптыңдар ма? Жоқ, біз орындаушымыз. Орындаудың өзі не? Жарайсыңдар балалар, олай болса кәнекей барлығымыз орнымыздан тұрайықшы. Балалар, жаңа біз айтып жатырмыз, әртістерді қалай таңдадық деп. Біз ең бірінші мимикамызды көрдік, эмоцияларымызды жасадық, иә? Олай болса біз қазір маған көрсетіңдерші, күннің шуағын көрсетіңдер. Күннің шуағы бұлттар, найзағай, жел, боран тұрды, кәні жел, боран, қорқу, қорқамыз кәні, таң қалу, қуану, жарайсыңдар. Балалар, сендер тақпақ, мәнерлеп оқу, ертегі айтудың шеберісіңдер. Ал бұл жағынан бізге не көрсетесіңдер? Жылап отқанды күлдіреміз, күліп отқанды жылатамыз. Тура Әл-Фараби бабамыздың тартқан киімдегідей болады. Бала өнені. Өлең келе бұтыр едің көкталды. Бір кішкентай маған қарай оқталды. Рұқсат сұрап сайғасты да таныма. Аға, сенде мама бар ма деп сұрады. Үндемедім, жауап қатып нетемін. Әлі таныс бол кішкентай көкенің. Анам бар деп айта алмадым, мамал жоқ. Білем оның анасы жоқ екенін. Бүгін кешке мамам үйге келеді деп балақай тәтті үмітке сенеді. Мамаң сенің жұмысыңа кеткен деп атасы оны алдап қойған себебі. Аңсап сұрау көргісі кеп санасы. Кішкентайдың сағынысын қарасы. Өзі жемей мамам кетсе берем деп бір қолына ұстап ақты алмасын. Үміті зор келеді-ау деп ойлайды. Қасына кеп тағы алаңсыз ойнайды. Әр әйелге жал бұрылып елеңдеп, анау менің мамам ба деп сұрайды. Үндемедім, жауап қатып нетемін. Ештеме деп айта алмадым балаға. Жетімсіреп қалып кеткен далада. Тек тағдырға қапа болдым ішімнен. Кішкентайды сағып қойған мамаға. Жарайсың, асыл, өте жақсы. Балалар, бұл өлең сендерге қалай әсер